Layık. Менің атым Райхан. Қордай ауданының Қордай ауылының тұрғынымын. Жасым 83-те. Осы жасқа дейін бірнеше түрлі аурулармен ауырған адаммын. Соңғы кезде әсіресе буындарым ұстамай, организм нашарлап, өте жүріп тұрудан да нашарлап қалып едім. Асқазан ауырып, ас сіңбейтін, буындарым ұстамайтын. Сөйтіп, доғдыр скорыйды шақырып кейде, давлением де жоғары болатын. Соның барлығына қорлықтанып жатқанымда, қызым мұнау черный медті әкеліп, маған зорлап ішкізіп, соныменен Аллаға шүкір, одан кейін оған қосымша мына ас сіңдіретін, дәріні бойға сіңдіретін, мына дәріні де диатония деген дәріні де, бұл дәрі емес, бұның барлығы витамин. Осы витаминдерді әкеліп беріп, мені ажалдан аман алып қалды. Әйтпесе шынын айтқанда, бұл дүниемен қоштасуға дайын едім. Қорлық көріп жатқанша Алла мені алып кетсе екен, тезірек кетсем екен деген адам болатымын. Бірақ қызымның арқасында осы дәрілерді ішіп, Аллаға шүкір деп отырмын. Сол Алланың, бірінші Алланың, екінші шолпанның демеуіменен Аллаға шүкір қазір жағдайым жақсы. Оған қосымша мына не екен, чоқши деген дәрі, бұл дәрі майы екен, осы черный медтің майы екен. Осы майды тіземе жақсам, кәдімгідей жақсы жүріп қаламын. Ал енді одан кейінгі айтайын дегенім, бұл черный медті, чоқшиді лимфаларға жағуға өте пайдалы екен, өте көмектеседі екен. Алғашқыда реакция береді, қайсысы болса да. Енді осы черный медті ішкеніме 4-ші айдың жүзі болды. Қазір бір көзім мүлде көрмейтін катаракты басып тұрған болатын. Қазір ол көзім көре бастады. Аллаға шүкір, жүріс-тұрысым да, иммунитетім де, асқазаным да жақсы, қан қысымы көтерілмейтін болды. Мен көп жылдан бері, зейнетке шыққалы бері диспансерный учетта стенокардия деген жүрек ауруым бар еді. Доғдырлардан тегін дәрі алып тұратымын. Ал енді қазір сол стенокардияда жоғалды ғой дейін білем, давлением көтерілмейді, жүрегім қағысы жақсы, Аллаға шүкір. Қазір жүрегім де жақсы. Мүмкіндігі болса, ақша дегенді аямай-ақ, бұл доғдырдың дәрісінен қымбат емес дүние екен. Және де доғдырдың дәрісін бір ішсең әсер етеді, содан кейін келіп, қайтадан бірнеше уақыттан кейін қайтадан ауырта бастайды. Мұна дәрілерді ішкелі, осы витаминдерді ішкелі, осыларды пайдаланғалы, Аллаға шүкір, бәрі жақсы. Әсіресе ойлау қабілетім жақсы, өте жақсы. Жүрегім де жақсы, қан қысымы да жақсы. Енді асқазанға әлі жөнді, тіземенен асқазанға жөнді ие боламай жатырмын. Ары қарай да ішіп жатырмын. Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, Аллаға тәубе. Қызыма да рахмет, Аллаға да тәубе қылдым.